Саламатсыздар ма? YouTube арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз осындай бүлдіргенден өте керемет болып шығатын тосап дайындаймыз. Алдымен мен осындай бүлдіргендерімді теріп дайындап алдым. Жалпы осындай бүлдірген емдік ретінде қолданылады. Өзінің жидектері жеген кезде немесе осындай тосап дайындап шайға салып ішкен кезде ол қан басымды төмендететін дәрілік ретінде қолданылады негізінде. Міне осылай бүлдіргенімізді дайындап алдық. Ішін тазалап, жақсылап сумен жуып аламыз. Тосап дайындайтын шарамдың ішіне бүлдіргенімізді салдым, өлшедім. 2 килограмм бүлдіргенге мен 1 килограмм 600 грамм құмшекер қосып, үстінен 200 мл су қостым. Мен тосабым шамалы сұйықтау болады, себебі қыстың күні оның ішіне құймақ немесе шайға салып ішеміз. Ал егер қоюлау болуын қалайтын болсаңыздар, суын шамалы аздау қойыңыздар. Бірақ міндетті түрде су қосыңыздар, себебі бұл бүлдіргеннің оңайлықпен өзінен суы шығып кетпейді. Міне осылай газымыздың үстіне қойып, максимал отқа қоямыз. Жандарынан көріп тұрсыздар, шамалы қайнап шығып жатыр. Тура осылай қайнап шыққан соң отымызды демде төмендетеміз. Сарқылдатып жоғары отты қайнатудың қажеті жоқ, себебі ішіндегі дәні қатып қалады. Отымызды төмендетіп, үстінен көбігін ала бастаймыз. Міне осылай ортасына көбігімізді жиып алып тастаймыз. Міне осындай төмен отта қайнау қажет. Отты төмендеткен соң, бір қайнап шыққан соң, уақытқа қарап тура 15 минут қайнатамыз. Міне осылай бүлдіргеніміз қайнап шықты. Шетке ала тұрып 3 сағат суытып аламыз тосабымызды. Үш сағат суытқан соң тағы да газымыздың үстіне қойып, тағы да уақытқа қарап қайнап шыққан соң тура 10 минут қайнатып аламыз. Жалпы қайнау уақыты 25 минутке тең болды менде. Міне осылай тосабымыз дайын. Газымызды өшіріп, шарамызды шетке алып тұрамыз. 15 минут суытып, банкаларымызды үстіне құя бастаймыз. Қатты ыстық кезінде жауып тастамаңыздар, үстін бұрап, себебі ішіндегі дәні тағы да қайталап өтем қатып қалады. Сондықтан шамалы суытып, кейіннен тосаптарымызды банкаларымызға құйып, үстін жауып тастаңыздар. Міне осылай салып болдық. Стерильный банкамыздың үстіне салып, үстіне стерильный қақпақтарымызды салып, үстінен осындай жапқышымызбен жаба бастаймыз. Жауып жақсылап бұраймыз. Астында резиналарын бақылаймыз. Жақсылап бұралу қажет. Жалпы әр жабылған банка болсын, варенье болсын, компот болсын, немесе осы тұздалған тұздықтар болсын, барлығын астына осындай резиналарын барлығын қарап шығамын. Міне осылай тосаптарымыз дайын. Міне өте дәмі керемет, өте әдем болып шығатын тосабымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Сіздер үшін тағы да одан да жақсы видеоларды шығаруға әрекет жасаймын. Видео ұнаған болса лайк басып, арнама жазыңыздар. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.